Қайырлы күн, пайдалы кеңестер арнасының оқырмандары. Бүгін мен сіздерге анемиядан оңай құтылудың жолдарын айтатын боламын. Сіздің ағзаңызда анемияның белгілері байқалады ма? Бар болса, видеоны мұқият тыңдап достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Анемия ағзада қанның жеткілікті мөлшерде қызыл қан клеткалары, эритроциттер немесе гемоглобин болмауының нәтижесінде дамитын жағдай. Бұл аурудың негізгі белгілері шаршау, әлсіздік, бас айналу, тыныс алудың қысқаруы, терінің бозаруы және анемияның бірнеше түрі бар, бірақ ең жиі кезетіні темір тапшылығы анемиясы. Анемияны емдеу, оның түріне және себептеріне байланысты әр түрлі болуы мүмкін. Бірақ жалпы көзқарас бойынша темір, фолий қышқылы. Анемиядан құтылудың негізгі жолдары. Бірінші, емірге бай тағамдарды тұтыну. Темірдің тапшылығынан туындайтын анемияны емдеу үшін ең бастысы темірді көп тұтыну. Темір ағзаға оттегіні жеткізу үшін маңызды, және оны көбінесе ет өнімдерінен алуға болады. Қызыл ет, сиыр еті, қой еті, құстардың еті, тау, күркетауық, балық, сардина, тунец, лосось, жаңғақтар, бадам, кешью. Дәнді дақылдар, қоңыр күріш, сұлы, арпа. Жасыл көкөністер, жасыл бұршақ, шпинат, қырыққабат. Тұқымдар мен бұршақтар, тұқымдар, жасымық, бұршақ. Екінші, витамин мен бірге темірді қабылдау. Витамин темірдің сіңуін арттырады, сондықтан темірге бай тағамдарды витамин көп болатын азықтармен бірге қабылдаған жөн. Қызанақ, қызыл бұрыш, цитрус жемістері, апельсин, лимон, грейпфрут, жасыл көкөністер, брокколи, қырыққабат бұл витаминге бай өнімдер. Үшінші, фолий қышқылы мен 12 витаминін қабылдау. Фолий қышқылы мен 12 витамині эритроциттердің қалыпты дамуы үшін маңызды. Бұл витаминдер анемияның басқа түрлерін емдеуде пайдалы. Фолий қышқылы 9, жасыл көкөністер, бұршақтар, жаңғақтар, толық дәнді дақылдар. 12 витамині. Бұл витамин тек жануарлар өнімдерінде кездеседі, сондықтан вегетарианшылар мен вегандар 12 тапшылығын болдырмау үшін арнайы қоспалар қабылдауы керек. 12 витаминіне бай тағамдар: ет, балық, сүт өнімдері, жұмыртқа. Төртінші, темірді сіңіру үшін кейбір тағамдарды азайту. Кейбір тағамдар мен сусындар темірдің ағзаға сіңуін баяулатуы мүмкін. Оларды тым көп қолданбаған жөн. Кофе және күшті шай, олар құрамындағы таниндер мен темірді сіңіруге кедергі келтіреді. Кальцийге бай тағамдар, сүт өнімдері темірдің сіңуін тежейді, сондықтан оларды темірге бай тағамдармен бірге жемеу керек. Бесінші, темір қоспаларын қабылдау. Егер темірге бай тағамдарды қабылдауға қарамастан анемиядан толық айыға алмасаңыз, дәрігер темір қоспаларын тағайындауы мүмкін. Бұл қоспалар темірдің ағзаға сіңуін қамтамасыз етеді. Темір препараттары, мысалы, феррум, лек, сорбифер және тек дәрігердің нұсқауымен қабылдануы керек. Алтыншы, дұрыс ұйқы және демалу. Көбірек демалу, жақсы ұйықтау және стрессті басқару анемияны емдеуде маңызды рөл атқарады. Ұйқының сапасы ағзаның қалпына келуіне әсер етеді, ал стресс ағзаның темірді сіңіру қабілетін төмендетуі мүмкін. Жетінші, қан айналымын жақсарту. Қан айналымын жақсарту үшін физикалық белсенділік маңызды. Белсенді қозғалыс дененің оттегіні тиімді пайдалануына көмектеседі және жалпы денсаулықты жақсартады. Қосымша кеңестер. Бірінші, әлеуметтік көмек. Егер анемия сіздің күнделікті өміріңізге әсер етсе, сізге медициналық маманмен кеңесіп қан тапсыру қажет болуы мүмкін. Қан тапсыру арқылы дәрігер анемияның түрін анықтап, сәйкес ем тағайындай алады. Екінші, темір тапшылығына байланысты диета. Темір тапшылығы бар анемия үшін арнайы диетаны ұстану маңызды. Бұл диета темірдің сіңірілуін жақсартады және ауруды жеңуге көмектеседі. Үшінші, вегетариандық немесе вегандық диета. Вегетариандық немесе вегандық диета ұстанушыларға темір мен 12 витаминнің тапшылығы жиі кездеседі.
Олар үшін арнайы қоспалар мен диеталық жоспарлар қажет болуы мүмкін. Видео пайдалы болса арнаға жазылып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Алдағы уақытта тағы да пайдалы кеңестермен бөлісетін боламын.